Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қазақ еліне мың алғыс. Қазақстан ақса түріктеріне 80 жыл болуына орай достық үйінде өте тамаша іс-шаралар өткізілуде. 2024 жыл 30 қараша. Senden sadece dikkat istedim. İstedim sevilen. Жыл 30 қарашада болып жатқан Түрік этно-мәдени орталығында астық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясының жаңа идеялар туындаған ұлттық бірлестік саясатының сенімді тірегі болады деген сенімдеміз. Құдай қаласа, аймақ инновациялық университетінің кафедра меңгерушілері, кураторлары, ұстаздары осы жерде білім алушылармен бірге атсалысуда. Senden sadece dikkat istedim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Türk Madeni орталығында тарихи аспаптар терминдері. Maşallah осындай қол өнерлері көрсетілуде. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydim. Mənə gəlsəydin, ətrini duysaydım bir.